6 сынып 2 айнымалысы бар сызықтық теңдеулер және олардың жүйелері бөлімі бойынша жиынтық бағалау. 4-ші тоқсандық 3-ші бжб-мыз. Бірінші нұсқа бойынша бірінші есеп. 2-0, 1-1, 2-5 сандар жұбының қайсылары 5х азайтылған y тең 10 теңдеуінің шешімі болады дейді. Мына жердегі 3 берілген координатаны да мына теңдеуге апарып орнына қоямыз. X-тің орнына бірінші тұрғанды, Y-тің орнына екінші тұрғанды қоямыз. Сол кезде теңдеудің жауабы 10 шықса, 10-ға тең болса шешімі болады, ал шықпаса шешімі болмайды деген сөз. Бірінші нұсқа. Номер бірінші есеп. Енді бірінші қараңыздар. Біздегі бірінші координатамыз 2-0. Осыны 5х азайтылған y тең 10 теңдеуіне қоямыз. 5х-тің орнына бірінші тұрған, яғни 2 тұрады. 2 азайтылған 0 y-тің орнына кетеді. Тең 10. Бізде екеуінің көбейтіндісі 10 азайтылған 0 тең 10-ға. Сонда 10 тең 10. Яғни шешімі болады деген сөз. Шешімі болады. Дәл осылай мына жердегі 1-1 деген координатаны да қоямыз екінші. Мына бізде біріншісі болды. Екіншісі 1-1. Енді теңдеу жазбай 1-ден қоямын. Сонда 5 көбейтілген 1 азайтылған 0 тең 10. Екеуі 4 азайтылған 0 тең 10 дейді. Бізде 4 тең емес 10-ға. Сонда шешімі болмайды. Шешімі болмайды. Ал келесі координатамыз бізде үшіншісі 2 мен 5 нүктелері. 5 көбейтілген 2 азайтылған 5 тең 10. 10 азайтылған 5 тең 10 болады. Сонда 10-а 5 азайтсақ 5 тең емес 10-ға. Мына жерде де тең емес. Мына жерде де тең емес деген сөз. Сонда шешімі болмайды. Бізде жалғыз жауабы 2-0 координатасы. Жауабы 2-0. Келесі екінші есеп. Екінші есепте теңдеулер жүйесін шешіңдер деп тұр. Бірінші берілген жазып алайық. Номер екінші есеп. Бізде 2х қосылған 3y тең 1. X азайтылған 5y тең 0. Бұл жерде бізде қараңыздар, мына жерде 2-нің коэффициенті жоқ, сол үшін x-тің коэффициенті жоқ ешқандай. Сол үшін мен екінші теңдеуде x арқылы өрнектеймін. Тең. Бірінші теңдеуді сол қалпында жазам. 2x қосылған 3y тең 1-ге. Ал мына жерде x тең 5y-іміз теңдіктің екінші жағына плюс таңбасымен өтеді. Сонда қосылған 5y. 0 деген сөзіміз жоқ, оны жазбай қойсақ болады. Енді мына жердегі x тең 5y-қа дедік қой. Енді мына жердегі x-тің орнына мен 5y-ті алып барып қоямын. Сонда бізде теңдеуіміз 2 көбейтілген x-тің орнына 5y-ті. 5y қосылған 3y тең 1-ге. Екеуін көбейтсек 10y қосылған 3y тең 1. 10 мен 3-тің қосындысы 13. Сонда 13y-іміз тең 1-ге. Ал y-іміз тең 1 бөлінген 13-ге. Сонда біздегі y-тің координатасы 13-тен 1 шықты. Енді осы 13-тен 1-ді мына жерге қоямыз y-тің орнына. Сонда бізде x-тің мәні шығады. X тең 5 көбейтілген y, x тең 5 көбейтілген 13-тен 1. Ой, 13. Мына 13.
13-тен 1. X тең, сонда бізде 13-тен 5 шығады. Жауабы бізде сонда бірінші X-тің координатасын жазамыз. 13-тен 5X, ал Y 13-тен 1-ге тең. Келесі үшінші есеп бойынша екі санның қосындысы 92-ге тең, ал олардың айырмасы 16-ға тең. Осы екі санды анықтаңыз деп тұр. Енді қараңыздар, бізде белгісіз екі санымыз неше екені білмейміз. Сол үшін біреуін X дейміз, екінші санды Y дейміз. Екеуінің қосындысы тең 92-ге деп тұр. Ал олардың айырмасы, яғни X азайтылған Y тең 16-ға деген сөз. Екеуін азайтамыз. Сонда бізде жүйеміз шықты. Енді мына жерде біз өрнектейміз. Бірінші теңдеуде, қараңыздар, X тең, сонда 92 азайтылған Y болады. Міне, бірінші теңдеу бойынша өрнектегенде бізде X-ті өрнектедік, сонда 92 азайтылған Y шығады. Енді екінші теңдеуге апарып осыны қоямын мен. X азайтылған Y тең 16. Міне, жүйеміз осы. Енді осы, мына жердегі X-тің орнына мен 92 азайтылған Y-ті жазамын. Бізде 92 азайтылған Y минус Y тең 16-ға. Сонда мына жердегі 2 минус бізде минус 2Y болып кетеді. Сонда 92 азайтылған 2Y тең 16. Сонда минус 2Y-іміз тең 16 азайтылған 92-ге. Минус 2Y 16-дан 92-ні азайтсақ 76 шығады. Сонда минус 76. Өйткені біз кіші саннан үлкен санды азайтып тұрмыз. Сонда Y тең минус 76 бөлінген минус 2. Y-іміз тең 38-ге. Екеуін бөлгенде 2 минус плюсті береді да, сонда 38-дің өзі болады. Енді мен X-ті анықтаймын. X-тің орнына мына жерге алып қоям. Алып барып, сонда X тең 92 азайтылған Y, X тең 92 азайтылған Y-тің мәні 38-ге тең дедік. Сонда 38-ді қоямыз. Сонда X тең бізде азайтқан кезде 54 шығады. Сонда бізде координаталары жауабы бірінші X-тің мәні жазылады. Сонда 54 пен 38.